Ақ жолмен жүрген асылдар. Автор Нарбай Тағайұлы Қожахмет немересі. Нарбай Тағайұлы Қожахмет немересі 1954 жылы 1 қарашада Өзбекстан Республикасының Кенемех ауданындағы Жусантөбе ауылында дүниеге келген. Әуелі Жамбыл атындағы мектепте оқып, 1971 жылы Мәйдін Әлқожаев атындағы орта мектепті тәмамдаған. 1971-83 жылдары темір жолшы, 1983 жылдан бастап Кенемех аудандық коммунистік еңбек, қазіргі Кенемех таңы газетінде облыстық телерадио компаниясында тілші, білім меңгерушісі қызметтерін атқарған. 2004 жылдан бері Қарағанды облысының Саран қаласында тұрады. Бірнеше жыл Саран қалалық газетінде еңбек еткен. Нарбай Тағайұлы жылдар салған іздер, біз өскен елде, Кенемех таңы, сөз тапқанға қолқа жоқ, жеңіс жауынгерлері, Кенемех күнпарағы кітаптарының авторы, КСРО және Өзбекстан журналистер одағының мүшесі. Бірінші бөлім. Дүние иесіз емес. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мұса алейхиссалам: Раббым, көңілімді кеңейткейсің, ісімді ойластырғайсың, тілімнің тұтықпасын шеше көр, олар сөзімді түсінсін. Таха сүресі 25-28 аяттар. Осы еңбекті жазу пікірі табан астынан туа қалған жоқ. Замандастарымның дін туралы түсініктері себепші болды. Біреулер ақылы мен білімі жетіп, ақиқатты мойындап, таза дін жолында. Біреулердің дінге иманы тілінің ұшында. Тағы бірсыпыра пенделер, мен Аллахтың айтқан жолына түстім, енді Алла маған қарыздар деген сияқты пікірде. Тіпті өзінің ғибадатын Аллахқа да, замандастарына да міндет ететін секілді. Біреулер әлі ерте деп жүр. Біреулер басқа дін өкілдеріне қарап, соларда жүр ғой деген ішкі тайыз танымын қалқалайды. Және осылар секілді. Бір күні бір жігіт мешітке келіп өзінің дін амалдарын орындап жүргенін, бірақ жолы ойдағыдай сәтті бола бермейтіндігіне ренжіп, ал біреулер Аллахты тіпті есіне алмайды, сонда да олардың жолы болғыш. Неге олай деп ойын айтты. Мен оған Зухруф сүресінің 32 аятын, Нахл сүресінің 71 аятын талдап түсіндіріп, өзі жатқа білетін Фатиха, Ахлас сүрелерін ежіктеп талдап, бірнеше хадистер мен исламды қабылдаған ұлылардың танымы жайлы айтып, оның разылығын алдым. Оның неге мұсылмандардан басқа діндегілер мұсылмандардан дәулетті, білімді, саясатта ықпалды деген сұрақтарына Құран аяттары негізінде жауап бердім. Себебі ол танымды атүсті түсініп жүр екен. Ол менімен қоштасарында алғысын айта тұрып, жан дүниесінде түсінік танымында түбегейлі бетбұрыс бастау болғанын, рухы қанаттанғанын айтты. Қазір ол жұма намаздарынан қалмайды, мешітпен жиі байланыста, жұмысының бәрі көңіліндегісіндей. Міне осы секілді өзіме кездескен, пікірлескен замандастарым жайлы көп әңгімелер бар. Мақсатым олармен болған әңгімені жазу емес, мақсат тәжірибеден туындады. Олар мешіттегі сұхбаттарымыз арқылы өздерін ынтызар етіп жүрген, бірақ еш кездестіре алмай қиналған бір жарық сәулені тапқанына қуанады. Содан бері де олардың өткерген әрбір күні мазмұнды екенін өздерінен тыңдай отырып, шағын топқа мысқалдай пайдасы болған бұл әңгімелер имандылыққа, ынтық үлкен топтарға да әсер етер деген шешімге келдім. Мақсатым ақиқатты ұғындырып, көптің сауабын алу. Бір апам ылғи орысшаланып кеткен. Мен соңғы кезде әсіресе осы 40 жасымнан кейін бір қиыншылықта жүргендей боламын. Әйтпесе, бізде бәрі бар. Мешітке бір жиынға көп қатарлы шақырылдым. Сол күндерден бастап бойым жеңілдеді. Зіл-батпан салмақ басу, бас ауыру дегендер қалды. Бірақ өзім байқаймын, мен жүрегімді, санамды толық тазалауым үшін маған мені таң қалдыра тәнті ететін нақты болмыс не үлкен ілім иесінің құрметтерге толы сұхбаты керек сияқты деді. Рас, осы заманғы көп адамдар осыған зәру. Осындай мұқтаждыққа өзім де кезінде тап болғам. Сонда менің рухымды сусындатып, үлкен азаптан құтқарған жарықтық Қанарбай әулие Айбасұлының, Бекет әулие Мырзағұлұлының екеуіне де Аллахтың рахмы болсын, білімінен туған әңгімелер болды. Содан кейін 1988 жылдарда қолыма түскен хадистер мені шындыққа шақыра берді. Егемен ел болғаннан кейінгі басылымдар арқылы жүрек аңсарым ілім сусында қанықтық. Кешегі кеңестіктер және дүмшелер ластаған көп ақиқаттың беті ашылды. Ленин айтты деген оқы және оқыдан бастап өмір, дүние, жаратылыс, ілім, білім,
таным туралы ұлағатты өсиеттердің барлығы Құран кәрім мен хадистерден алынған екен. Құран аяттарына жеке-жеке тоқталып, жіті ұғынуға тырысуым мені шындықпен қауыштырды. Бірақ бір күмән әркез жалғасып, мазамды алды. Сөйтіп жүргенімде газет журналдардан, кітапшалардан дүние жүзі ұлы деп тән алған Карл Маркс, Бисмарк, Наполеон тағы да басқа қайраткерлердің, ғалымдардың, небір ірілерінің ислам және пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам туралы тамаша пікірлерін оқып біліп, бізді жолдан бұрған және шындықты жасырған кеңестік кешелерге нала болдым. Діні басқа талай ақылы кемел атақтылар мен ғалымдардың ислам дініне кіргенін, оның басты амалдарын орындап жүргендерін оқыдым. Осылардан кейін әлгі күмәнім мүлдем құтылдым. Сенімім әдепкіден де күшейді. Ұлылар бас иген, тіпті діні тегі бөтен адасқандардан шыққан ұлылар тізе бүгіп, құлдық ұрған өз ата-бабам діні ақиқи дін, құдіретті дін екеніне сенімім күшейіп қуандым. Осындай дінде өткен ата-бабамыздың шынында ұлы, ақылды, данышпан адамдар болғанына көзім жетіп, ожданым жігерленді. Ұлы момындардың ұрпағы да ұлылық жолында жүріп тұрып жасауы керектігіне күмәнсіз нақты шешім қабылдадым. Өзің білгенді өзгелерге айту, үйрету, аятқа да, хадиске де тура екен. Сондықтан өзімді рухани тәрбиелеген, тәнті еткен, таза адамгершілік жолына салған, жүріс-тұрыста, аят сүндетке адалдығы мен үлгі болған киелілерді, ілімділерді, әруақтыларды және өзімнің түсінігімде көпшілікке ұсынғанды жөн көрдім. Олардың да екі дүниесі абат боларына уәде етілген, шынайы имандылық жолына алаңсыз түсуіне мысқылдай болса да ықпал ету ниетінде болдым. Ислам дінінің үлкен хадис алымы Исмаил әл-Бұхари әрбір хадисті сахабалар 5-6 табағиндер не атбағут табағиндер қайталап айтқанда ғана қағазға түсірдім деп жазыпты. Сондай-ақ мен де әрбір дерекке ұқыпты болуға тырыстым. Киелі әулие Қанарбай атам туралы бала кезімнен көп естіп өскем. Естігендерімді түгелдеп толықтырып қағазға түсіру қашаннан-ақ қиялымның бір түкпірінде жүретін. Сондықтан атам туралы естіген әрбір әңгімені назарымнан тыс қалдырмадым. Бала кезімде әжем Қымбат Бердияр қызы 1892-1977 жылдары өмір сүрген. Ертегідей етіп айтып отырушы еді. Әкем Тағай Қожахметұлы 1925-73 жылдары өмір сүрген. Қанарбай атам және басқа ілім зиялылары туралы көп үлгілі әңгімелер айтып берген. 60 жылдардың соңында Әлима Балқыбай қызынан 1899 жылы туылған, 1983 жылы қайтыс болған. 1985 жылы ақпанда шежіре қарт Қозыбағар Алшанбозовтан 1896-1990 жылдары өмір сүрген. Қанарбай атаның руласы марқұм Пірназар, Нұрназар Нарбаевтардан талай әңгімелер тыңдағам. Қозыбағар Алшанбозов өте зерек кісі еді. Біз ол кісімен 89 жасында кездестік. Көп әңгіме білетін, көрген адамдарының түрі мен есімін, тегін, тіпті нағашы жұртына дейін жіктеп айтып отыратын, естіген әңгіме жыр дастандарын да айтып таң қалдырған. Қария елбегі Қожа Назар деген кісінің ит шеккенге айдалып кетіп бара жатып, елге өлеңмен жазған 50 жолға жуық өлеңін де, Қанарбай атаның бірнеше өсиеттерін де жатқа айтып берген еді. Атамның 160 жылдық тойында Көнтайдан келген 90 жастағы Тахан атадан да көп естеліктер жазып алдым. Жездем Әбдіхалық Жаңабаевпен көп сұхбаттастым. Ол кісі Қанарбай атамен жақын туысатын Үсен. Ежелден Қанарбай атамдармен қоныстас болып келген. Құдандалы Қаракесек Ерман ақсақалдардан өзінің ағасы Айтбайдан естігендерін, өзі куә болған және өзі басынан өткізген көп әңгімелерді айтып берді. Қалпе Қаратамыр Бәйтерек ұлы Байболмен туысқан Орынкүл Бәйтерек қызы 1857-1953 жылдар өмір сүрген. Қанарбай атама жақын Балқыбай деген бақашыға тұрмысқа шығып, бір өмір бірге жасаған. Бұл кісі атам туралы көп білген. Ол әңгімелерді 1990 жылы Байбол немересі Әбдіқадыр ұлы Бердімұрат 1920-2003 жылдар өмір сүрген. Атамнан мен сұрап жазып алдым.
Бұл кісілерден басқа осы далада ел басқарған ардагерлерден шаруагер ғалым Тобан Раметов, Аяп Нарбаев, ардагер ана Гүлжан Қадырберді қызы. Жоғарыда аты аталғандардың барлығына Аллахтың рахымы болсын. Атамның шөбере туысы, әрі шырақшысы Әрібай Нұрмұратұлы, әрі ақын, әрі жырау Бекназар Нұрбаев, Файзулла Нұрлыбаев сынды бірнеше куәгерлердің әңгімелері негізінде жаздым. Әулие Өзбекстан Республикасының Науаи уәлаяты Үшқұдық ауданы жерінде, аудан орталығынан Ұзынқұдыққа баратын жолдың бойында. Кітапқа енген басқа Ермұхамбет Ерімбет атты естеліктердің деректері де осылай жиналды. Хадистері Әл-Бұхаридің сахих хадистерінен, Құран аяттарын Халифа Алтайдың және Уахап Қажы Қадырхан ұлының аудармаларынан көшірдім. Кітап деректерінің түгелденуіне ықпал еткен аты аталған жандардың барлығына рахмет. Кітапқа кіріспе ретінде әңгімеміздің тақырыбын дүние иесіз емес деп атадық қой. Дүниенің иесі бүкіл әлемдерді мінсіз жаратқан жалғыз Алла. Оларды біздің игілігімізге берді. Бәрінің де қадірін білейік ағайын. Иманға келіңіздер. Автор Нарбай Тағайұлы Қожа Ахмет немересі. Бірінші бөлімнің соңы. Екінші бөлім Қанарбай ата киелі әулие деп аталады. Екінші бөлімнің сілтемесі осы видеоның астында және комментарий бөлімінде болады.